Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 91-ші сабақ, 32-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба. Орын таппай баптанба. Құмарланып шаттанба. Ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол. 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз. Енді өлең бойынша тапсырмаларға келейік. Өлеңнің авторын ата. Ол туралы білетініңді айт. Өлеңнің авторы Абай Құнанбаев. Абай қазақтың ұлы ақыны. Оның көп деген өлеңдері мен шығармалары және де қара сөздері бар. Өлеңнің жалғасын айтып көр. Тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпаның білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой. 5 асылыз көнсеңіз. Өлең неліктен ғылым таппай мақтанба деп аталған? Біріншіден, өлең ғылым, білім туралы. Ақын осы өлең арқылы келешек ұрпақты асыл істерді бойға дарытып, жаман әдеттерден алыс жүріп, білім мен ғылымның маңыздылығын түсіндірді. Өлеңді көшіріп жаз. Болымсыз етістіктердің астын сыз. Балалар, бұл өлеңдегі болымсыз етістіктер мақтанба, баптанба және шаттанба сөздері. 33-ші жаттығу сызба бойынша сипаттау мәтінін құрап жаз. Балалар, бұл жерде 2 қатарда етістіктер берілген. Бірінші қатарда болымсыз етістік, яғни болма деген сөз, және де екінші қатарда бол деген болымды етістік берілген. Яғни қорқақ, қатыгез, әдепсіз, тәртіпсіз, өтірікші болма дейді. Ал екінші қатарда өжет, шыншыл, әдепті, мейірімді және тәртіпті бол дейді. Осы қазір сөздермен біз қысқаша сипаттау мәтінін құрастырып көрейік. Ержан сыныптағы тәртіпті оқушы. Оған үнемі атасы: балам, өтірікші болма, шыншыл бол, қорқақ, қатыгез болма, өжет, мейірімді бол деп құлағына құйып отырады. Атасының осы ақылын естіп өскен Ержан достарына шыншыл, мектептегі әдепті оқушылардың бірі. 34-ші жаттығу мақалды жаттап ал. Оның мағынасын бір-біріңе түсіндір. Қорқақты батырға санама, жаманды жақынға санама. Бұл мақалдың мағынасы: қорқақты батыр деп ойлама, жаманды жақын тартып, сенбе, сырыңды ашпа деген мағынада айтылған. Шығармашылық үзіліс. 35-ші жаттығу. Шашылған бөлшектерді, яғни пазлдарды дұрыс құрастырсаң, мақалды оқи аласың. Балалар, бұл жердегі бөлшектерді ретімен құрастыратын болсақ, өткен іске өкінбе деген мақал шықты. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шыққан сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Және де осы сабақ бойынша кез келген қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып сұрасаңыздар болады. Мен міндетті түрде оқып сіздерге жауап беретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.